Баршаңызға қайырлы күн. Менің берекелі асхана каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сәбіз салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сәбіз, приправа, қызыл бұрыш, уксус, укроп, шекер, тұз, пияз, чеснок қажет. Сәбіздерімізді ұзынша етіп, теркадан өткізіп дайындап аламыз. Өткізілген сәбізіміздің үстіне 1 шай қасық шекер, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық уксусты салып, қолымызбен қатты езбей жақсылап араластырамыз. Езілген сәбізіміздің бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Осы аралықта пиязымызды майдалап кубик қып турап, қызып тұрған табамызға май құйып, пияздарымызды қызарғанша жақсылап араластырып отырып қуырамыз. Жарты сағаттан соң сәбізіміздің үстіне 1 чеснокты теркадан өткізіп, туралған укробымызды, приправамызды, қызыл бұрышымызды, жаңа дайындап алған пиязымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Салатымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!